Это сахна, там 300 бірдеңе адам, но контекст. Мен өзім роліндамын қазір. Ал егер мен басқа, например, условно говоря, тура осындай зал, тура осындай жер, бірақ өңке ағылшындар болатын болса. Это же другой контекст. Правильно? А я там в своей роли буду? Нет. Мен ағылшынша білмеймін ғой өйткені. Мен не істеймін ол жерде? Буду теряться. Блин, словарь. Там онлайн переводчик деп ше. Мына жақта біреу барын білетін деп ше. То есть уже менде расфокус пайда болады. Когда адам өзінің ролында, дұрыс орнында болатын болса, ода ешқашан расфокус болмайды. Расфокус всегда қай кезде болады? Когда мы начинаем напрягаться. Расфокус деген ол зейіннің жоғалуы ғой. Бір нәрсеге зейін қоя алмау. Не на жаққа емес, не на жаққа емес, короче, не былай емес, не былай емес. Не шылай болады? Потому что ты напряженный.